Ежелгі замандардан бері Хуанхэ өзені Қытай халқына көп қайғы қасірет әкелді. Жыл сайын тасып, өз сулары арқылы халықтың берекесін алып кететін. Дамбалар мен бөгеттер салудың орнына, алданған қарапайым шаруалар өзен құдайы Хуанхэнің ашуын басу үшін түрлі діни рәсімдер жасайтын. Халық арасында бұл туралы көптеген аңыздар мен ертегілер бар. Міне солардың бірі. Ертеде Вэй мемлекетінде Си Мэнь Бао есімді ақылды әрі әділ адам өмір сүрген екен. Оны Хуанхэ өзенінің жағасында орналасқан Ие аймағына билеуші етіп тағайындайды. Жаңа иеліктерінің көрінісі оны қуанта қойған жоқ. Қайда қараса да аштық пен кедейшілік. Мен білгім келеді деді ол өзіне, неге халқым мұншалықты қайғылы әрі кедей. Ол қарапайым шаруа киімін киіп, ауылдарды жасырын аралап көрмек болды. Сонда ол не білді? Міне, не білді? Аймақ билеушісінің көмекшілері, салық жинаушы мен күзет басшысы шаруаларды тонап, ойран салумен ғана айналысқан екен. Олар шамандармен бірігіп, халыққа құдайларға сеніп, оларға құрбандық шалыңдар деп үйреткен. Жыл сайын Хуанхэ өзені құдайының ашуын басу үшін ең сұлу қызды оған әйелдікке беруді ойлап тапқан. Өзен құдайының үйлену рәсіміне тұрғындардан көп қаражат жинап, оны өзара бөлісіп алатын. Жыл сайын шаман әйел ауылдарды аралап, Хуанхэ өзенінің құдайына ең әдемі қызды іздеп табатын. Егер Хуанхэ құдайы әдемі қалыңдықты алмаса, ашуланып, егістікпен шаруалардың үйлерін су алып кетеді дейтін ол. Байлар шаман әйелге сый-сияпат беріп, қыздарын қалыңдықтыққа таңдамауын өтінетін. Сондықтан жыл сайын кедей шаруаның сұлу қызын Хуанхэ өзенінің түбіне тастайтын. Үйлену күні бейшара қалыңдықты сәндеп киіндіріп, шағын салға отырғызып, оны жалаушалар мен түрлі түсті шамдармен безендірген. Музыка әуенімен салды өзенге жіберіп, Хуанхэ өзенінің толқындары оны жұтып қойғанша қараған. Бұл Хуанхэ құдайының қалыңдықты қабылдағанын білдіретін. Және солай, Хуанхэ құдайының жаңа үйлену күні келгенде, қалыңдықты шығарып салуға Си Мэнь Баоның өзі келеді. Ол қыз отырған шағын салды көрді. Хуанхэ құдайының қалыңдығы шынымен әдемі ме, соны көрейін дейді Си Мэнь Бао. Ол қыздың бетіндегі орамалды көтеріп, жылаған жүзін көріп шегініп кетеді. Қалайша сендер Хуанхэ құдайын алдамақшысыңдар? Оған осындай ұсқынсыз қалыңдық керек пе? Ол әлі жылап отыр. Деп көмекшілеріне ашуланып, қалыңдыққа қатал түрде былай дейді, қазір кетіп қал. Сен Хуанхэ өзенінің құдайының жары болуға лайық емесің. Қыз тез көтеріліп, қуанышты адамдардың арасында жоғалып кетеді. Сол кезде Си Мэнь Бао шаман әйелге қарап былай дейді, біз қазір Хуанхэ құдайына лайық қалыңдық таба алмаймыз, сондықтан сен өзің баруға тиіссің. Құдайға біздің басқа қалыңдық таңдап жатқанымызды айтып жеткізерсің. Билеушінің бұйрығын естіген шаман дірілдеп, тілі байланып қалады. Мен өзенге ме? Дейді ол. Мен батып кетем ғой. Қалыңдық батудан қорыққан жоқ, ал сен қорқасың ба? Деп ашуланып жауап береді Си Мэнь Бао. Жылдам салға отыр. Солдаттарға шаман әйелді салға отырғызып, өзенге итеріп жіберуді бұйырады. Шаман әйелдің қайтып оралуын ұзақ күтеді, бірақ ол қайтып келмей. Шаман әйел неге қайтпайды? Мүмкін ол адасып кеткен шығар. Онда оның соңынан салық жинаушыны жіберейік. Ақымақ. Біздің тапсырманы орындаудың орнына ол Хуанхэ құдайын әдейі ашуландырып жатыр. Салық жинаушы, сен бар да тапсырмамды жеткіз. Жылдамдат, құдайдың ашуын одан бетер тудырма. Қуарып қалтырап тұрған салық жинаушы орнынан қозғалмай қалады. Содан кейін солдаттар оны да Хуанхэ өзенінің толқындарына итеріп жібереді. Кейін Си Мэнь Бао сол жерге күзет басшысын жібереді. Осыдан кейін Си Мэнь Бао халыққа бұл алдамшылардың шындығын айтып береді. Олардың тонаған байлығын тартып алып, кедейлерге таратып береді. Сол уақыттан бері қыздарды Хуанхэ өзенінің құдайына құрбандыққа беруді тоқтатады. Ежелгі замандардан бері Хуанхэ өзені Қытай халқына көп қайғы қасірет әкелді. Жыл сайын тасып, өз сулары арқылы халықтың берекесін алып кететін. Дамбалар мен бөгеттер салудың орнына, алданған қарапайым шаруалар өзен құдайы Хуанхэнің ашуын басу үшін түрлі діни рәсімдер жасайтын. Халық арасында бұл туралы көптеген аңыз